Кыскасы Айтканда мен хакермын. Ол күні мен далада жүрген едім, қаланы аралап дегендей. Құстарға жем бердім, скамейкаде отырдым, ұйықтадым, отырып ұйықтадым. Короче, деловой адамын ғой. Бір кезде қасымнан біртүрлі капюшондағы адам өтіп кетті. Ол басқа скамейкаде отырды. Бетінде маска болды. Мынау серьезно біртүрлі екен. Біраз уақытта ол телефоннан шықпады. Мен әлі де оған қарап тұрдым. Ол орнынан тұрып кетіп қалды. Мен оны аңдауды шештім. Ол мені көріп қалды. Мен ол мені көріп қалғанын көріп қалдым. Ол походу сезген сияқты мен оны аңдап жатқанын. Сондықтан да резко телефон алып бірдеңе істеп отырды. Бір кезде қалтамдағы телефоннан тоғырады. Ол қатты ауырды. Мен даже біраз уақыт бойы дірілдеп жаттым. Ал анау біртүрлі бала қашып кетті. Реально біртүрлі екен. Сол кезде мен түсіндім. Ол бала хакер екен. Мәссаған. Сонда ол мені просто так тоғыртқан жоқ қой. Оған әрі бір себеп бар. Мүмкін ол бір құпия нәрсе жасап жүрген шығар. Оны мен біліп алу үшін менде хакер болуым қажет. Көп созбай үйге бардым. Ноутбук қостым. Соткамды шығардым. Міне тұрып алдым да дайын құралдарым. Хакерлікті жайлап үйреніп бастадым. Арада уақыт өтті. Мен уже хакерлікті бес саусақтай білемін. Программирование неше түрлі тілдерін білемін. Все, енді менің өмірім жаңадан басталды. Ең алдымен мен далаға шығуды шештім. Шықпастан бұрын хакер құсап киініп алайын. Кепка, очки, маска, толстовка. Все, мен дайынмын. Далаға шықтым. Күн жанып тұр екен ғой ептігедік. Қалай жүреді деймін да осы хакерлер. Айтпақшы мен очким ауысып кетті. Ну ничего, өмірі ғой, қайтесің. Ең алдымен мен светофордан бастауды шештім. Телефоннан программаны аштым. Светофор қуып кетті. Охо, мен светофорды хакнуть еттім. Керемет нәтиже. Кстати, мен очким тағы да ауысып кетті. Маған бір адам подозрительно қарап бастады. Аты кім оның? Аха, Дюкин Сүңгібайұлы. Естен деп жатыр ол. Алло, полиция бөлімшесі айта беріңіз. Мында қақпас полиция звондап жатыр ғой. Мен оның телефонын сындырып бетіне бір соқтым. Сен мені көрген жоқсың. Мен сені көрген жоқпын. Түсіндің бе? Бірақ мен сені көрдім ғой. Ишакбас. Енді бір жерімді қысып абайлап хакнуть ету керек екен. Мен далада досыммен жүрдім. Ол әлі білмейді мен хакер екенімді. Соңғы кездері ол мені бірдеңе жасырып жүрген сияқты. Неге сөйтіп жүр екен? Қызық үшін оның интернеттегі парақшасын взломать етуді шештім. Мәссаған, мынау бір қызға мен жайлы өсек айтып жүр ғой. Қыздың түрі онша емес екен. Стоп, бұл менің қызым ғой. Ол нағып менің қызыммен сөйлеп жүр. Ладно, жүрейін ба досыммен бір қыз үшін керісіп. Одан да бір талдыртып жібермейін ба оны? Сезсін менің ішімдегі жан дүние. Қысқасын айтқанда, мен хакермін. Қысқасын айтқанда, эксперимент. Жексенбі, мен үйде бір жерімді қысып отырдым. Сол бір жерім бір кезде қышып кетті. Қышып кеткеннен не істерімді білмедім. Сондықтан да сол жерімді қасыдым. Басқа зат деп ойлаған шығарсың. Жалпы бүгінгі күнді мен максимально экспериментально өткізіп келіп тұрмын. Осыған дейін мен не істемедім деңдер. Қара шайға сүт қостым. Жасыл болып қалды. Подозрительно. Походу сүт сол кезде ашып кетті. Жалпы бүгінгі менің мақсатым ол үлкен эксперимент жасау. Ол үшін мен бүкіл химия кітабының бәрін зерттеп, күні түнімен ұйықтамай, соңына бір базар жоқ экспериментке арналған идеяны табу керекпін. Бірақ ол слишком геморройны болды. Сондықтан да басқа методқа көшеміз. Шай, пішіні, және де YouTube. Классика. YouTube'да мен бірнеше эксперимент жайлы видеолар қарап отырдым. Бір кезде маған ойшыл деген бір арна көзіме түседі. Ол да типа мамектің ол қазақша түрі. Оказывается, олар мықты эксперимент жасайды екен. Неге екенін білмеймін, но мен тоже олармен эксперимент жасағым келіп кетті. Ол үшін оларды тауып алуым керек. Жоқ, конкретно тауып алуым керек. Мен бірнеше жақындарыма осы адамдардың нөмірлерін біліп алшы деп хабарластым. Связь ғой, связь. Сол маған барлығы бірдей жауап берді. Миымды шертпеш Нұрболатқа экспериментмен бірге сені метке берем. Қой одан да бір жерімді қысайын. Жақсы, ешкім маған көмектескісі келмесе, онда өзім іздеймін. Ол үшін мен осы Қазақстан ішіндегі директор базасын ақтарып, потом сол ағалардың аттарын біліп алып, кейін сол ақпараттарды біліп алғаннан кейін сразу олардың нөмірлерін соқсам болады. Қай жерде екенін IP адресін көмегімен біліп алатын боламын. Керемет план. Сондықтан да Инстаграмға кірмейін бе? Барлықтарыңа сәлем, біз осы жерде контент түсіріп жатырмыз. Видеода кездескенше. Жалғастырайық. Олармен кездеспей жатып, мен үйде соңғы эксперимент жасауды шештім. Ақырында үйімді өртеп алдым. Ешекпас. Әрі қарай мен өз жолыммен кеттім. Кейін неше түрлі жерлерден өтіп, неше түрлі құбыжықтармен шайқастым. Ойнай айтамын, сен видеоны ұзақ қылу үшін айтып жатқанмын. Ақыры мен ол ағаларды таптым. Так, Нұрболат, бар, өзіңді достойны адам екенімді көрсет. Мен оларға жақындадым. Олар маған мән бермеді. Базар жоқ, жұмысыңа кіріп кету деп осыны айтты. Мен олардың киімдерін түрттім. Олар маған қарады. Так, Нурик, сабыр. Адамдар бір-біріне қарап тұрса не істейтін еді? Әрине амандасады ғой. Мен қолымды создым. Енді давай бір дені дұрыс сөзді айт. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Мен сіздің шығармашылығыңызға қызығып осы жерге келдім. Олар күлді де басынан сипап экспериментке болатын бала екен деп айтқан. Олар қуа ма? Оларға мен экспериментке арналған кресло еместігімді түсіндірдім. Олар вроде түсінді. Онда не үшін келдің деп сұрағанда, сендерге көмектесу үшін дедім. Олар жақсы, онда көмектес деген. Ең алдымен олар бір манекенді маған киіндіріп жатқан. Мынау эксперимент па немесе кукла ойнау ма? Кукла ойнау болса тіпті жақсы. Кезінде барбилермен бекер ойнамадым. Біз манекенді киіндіріп болған соң оларды парашютпен ұшырамыз деген. Мәш, манекен оған ақып керек. Сразу мені ұшырыңдар шеш. Олардан парашют алып кетіп секретін жерге қарай жүгірдім. Олар менің артынан жүгірді. Мен былай жүгірдім. Олар былай жүгірді. Парашютпен ұшуға болмайды деген. Мен неге деп сұрағанда, олар сол деп жауап берді. Не деген нақты жауап, а? Содан соң біз манекенді ұшырдық. Анау-мынау, короче, тұрған жерден отпусти забудь болды ғой. Бір кезде мен бір манекенге байқамай әдейі атып жібердім. Екеуі маған келіп не істедің деп айқайлады. Енді байқамай
оларға мен әдейі атып жібердім ғой, кешіретін шығар. Оларда кешіретін ойда жоқ болған сияқты. Мен оларды түсіндім. Олар мені астына қарата ұшыран деп отқан сияқты болды. О, база жоқ, сразу сио. Бір қарасам қолдарында парашют болмады. Оу, shit. Қысқасын айтқанда, эксперимент. Қысқасын айтқанда, мен бомжбын. Ол күні мен білмеймін қалай күн болған. Себебі менде календарь жоқ болды. Да и вообще менде дым жоқ. Бар болғаны менде тек киім, қалтадағы 20 теңге және де қыздардың жүректерінің кілті. Оны да мен даладан тауып алдым. Жазды күні кайф қой негізі бомж болған. Хотя жоқ, күн қазір алдыңғы жылдан қарағанда қатты жанып тұр. Қысқы кезде вообще айтпа. Ол кезде бір куртканы тауып алу үшін жүрдік қой қасқа өліп. Жалпы менің әр күнім ерекше сәттерге толы. Не далада ұйықтаймын, не скамейкаде жатамын, не балалар менен қашады, не мен менттерден қашамын. Есте кетпес естеліктер ғой. Бүгін менде ерекше көңіл күй. Себебі жаңа ғана мен өзіме мақсат қойдым. Доширакқа ақша жинаймын. А то 3 күн болды нормаль тамақ жемегеніме. Все, мен кеттім. Адамдардан донат сұрап бастадым. Қасыма тағы бір бомж отырып алды. Кет бар құры, бұл менің жерім. Ол маған кетпеймін деді. Қазір кетпесең үйге барып мылтығымды әкеліп бетінен түр қалдырмаймын дедім. Мен бомжбын ғой. Қайдағы үй? Ол маған менде доширак бар деді. Да ну, доспыз ғой да родной. Ол менен кетіп қалды. Окей, көреміз кидалы. Мен ары қарай адамдардан донат сұрай бердім. Адамдар чоты донат лақтырмай тұрды. Оларды срочно бірдеңемен қызықтыруым керек. Мен биледім, фокус көрсеттім, ән салдым. Жинаған ақшаның барлығын санасақ 15 теңге. Фу, ё-моё. Дұрыс ән айтуым керек еді. Мен сол жерден кетіп қалдым. Далада жүріп жатқан кезде бір заброшканы көріп қалдым. Хата. Мен сол заброшкаға кірдім. Мына жер таза екен. Пақ шіркін. Осы жерде тұрамын ау деймін. Бір кезде жаңағы маған доширак бермеген бейшара келді. Ой, бейшара. Неғып жүр ол? Қолында доширак болды. Мен одан доширак сұрадым. Ол қарумен тұрды. Ну окей. Ол маған шық деді. Мен шықпаймын деп қаруынан бір теуіп, бетінен бір соғып, аяғына бір атып, ойын айтам құрсын. Бетінен бір соғып, доширагын алып қашып кеттім. Бұл какой-то боевик болды я. Ол ештеңе емес. Мен доширак алғаныма қуанып отырмын. Өмірімнің бір мақсаты орындалды. Енді қалай жесем болады мынаны? Шайнек жоқ қой. Пофиг, былай жей саламын. Главное, гастрит болмасам болды. Хотя жоқ, гастрит болмаймын ғой мен. Өйткені менде ол и так та бар. Мен әрі жүрдім, бері жүрдім, отырдым, тұрдым, чет қосылды. Жоқ, бұл GTA емес қой. Сөйтіп жүріп жатқан кезде алдына стильно киініп алған бір адам шықты. Тұршы былай, стоп, бұл менің досым ғой. Бекзат, бомж? Мен ғой Нұрболат. Қоя, неғып жүрсің? Сол бая шаруалармен. Екеуміз біраз әңгімелестірдім. Ол маған ақша беріп, сасымай жүрш, өзіңе одеколон мен рултын алшы деді. Рахмет! Ешек қыз, әлі есіп бермейді. Тупой с***, бекақ бля. Қысқасын айтқанда, мен бомжбын. Қысқасын айтқанда, ішім пісті. Ол күннің бірнеңесі болды. Мен үйде ұйықтап жатырдым. Бір кезде будильник соғылды. Сағатқа қарасам 12 болып қалыпты. Бүгін чоты ерте ояныппын. Бүгінге жалпы өзіне план. Дәптерімді ашсам бүгінге планым жоқ екен. Не істерімді білмей мен бірден досыма соқтым. Досыма дала шығасың ба деді. Ол иә деп маған келді. Бастамасы жаман емес. Біз екеуміз далада жүрдік. Әрі жүрдік, бері жүрдік. Ішім конкретно пісті. Тек қана ішім емес, үйімдегі тамақ пісті. Досым екеуміз тамақ жеп алдық. Мен оған іш пысқанда не істеу керек деп сұрадым. Ол маған тұз жалау керек деді. Біртүрлі емес пе? Хотя көріп қарау керек еді. Мен тұзға қарадым. Тұз маған қарады. Екеуміз бір-бірімізге тікелей көз үзбей қарап тұрдық. Бірінші қадамды мен жасадым. Шашкамен бір жүйе. Бірінші қадам мен жасадым. Тұрдым, жүрдім, алдым, қолыма септім. Ал досыма бәрібір. Мен тұзды жалап көрдім. Нормально, но маған керек емес екен. Әлі де ішім пісіп жатыр. Сөйтіп жүріп досыма компьютерлік клубқа барайық деп ұсындым. Бардық. Екеуміз CS:GO ойнауды шештік. Қазір көңіл күйімді көтеремін ау деп ойладым. Бірақ досым мені ұтай берді. Бірлеп, екіні тұтты. Үшті, қой мынау басы ортада екен көңіл күйді көтердің орнына. Мен қатты бақырдым. Соң кесірінен мені компьютерлік клубтан шығарып жіберді. Досым компьютерлік клубтан шығып маған күле бастады. Тұз жалағаным дұрыс болған еді. Қысқасын айтқанда, ішім пісті. Қысқасын айтқанда, қорқынышты ертегі. Ол күні бірдеңенің күні болды, яғни түні болды. Мен ноутбуктан қорқынышты фильм қарап отырдым. Неге күліп жатыр десеңдер, себебі қорқынышты фильмдарды мен күнде солай қараймын. Фильм қараңғылық жайлы болды. Барған сайын қорқынышты болып барады. Но мен ештеңеден қорқпаймын, себебі
свет сөніп қалды. Немене? Қарап көру керек еді, көршілерде бар ма екен? Мен көршілерден сұрауды шештім. Шешімімді алып мені қылдым. Себебі подъезд қорқынышты. Но бірақ мен ештеңеден қорқпаймын ғой. Все. Мен кеттім. Да, ну нафиг. Телефонымна фонарик қостым. Үйді аралап жүрдім. Бір кезде бірдеңе тырс ете қалды. Шошып кеткен мен өзім телефонымды түсіріп алдым. Телефонымды көтердім. Үйімде оказывается менің інім бар екен ғой. Ол менен не істеп жүрсің деп сұрады. Мен оған үйді күзетіп жүрмін деп айттым. Ол қуасың ба, ұйықтайтын уақыт келді ғой деді. Сосын маған төсек салып ұйықта деді. Бірақ менің ұйықтағым келмеді. Сондықтан да мен оған давай қорқынышты ертегі айтайық деп ұсындым. Ол дайын тұрды. Бірінші ол бастады. Оның ертегісін мен ұйықтап қалдым. Ол мені оятты. Сенің кезегің келді дейді. Ал мен не айтарымды білмедім. Сондықтан да оны қорқытып бастадым. Өтіріктен талып қалдым. Ол ағалай берді. Бетімнен шапалақ берді. Бірнеше рет түртті. Мен әрең шыдап отырмын. Енді мені қытықтауды шешті. Сол кезде шыдамай күліп жібердім. Ол маған ертегіні айтсын деді. Ал жақсы деп қорқынышты ертегіні айтып бастады. Бастамасы оған қызық болмады. Бірақ жайлап мен құбыжықтар жайлы айтып бастадым. Оған бәрібір болды. Мен оған ол шын өмірде болған жағдай деп айттым. Інім қорқып бастады. Әрі қарай айта берген сайын ол көрпеге жамылып бастады. Менің ертегім қорқынышты болды. Қалай деп сұрадым. Ол маған терезеге қара деді. Қысқасын айтқанда, қорқынышты ертегі. Қысқасын айтқанда, өлуге жаздадым. Сейсенбі күні мен кухняда шай ішіп YouTube қарап отырдым. YouTube маған ұнайды. YouTube'дағы видеолар мені қызықтырды. Жылатты, Күлдіртті. мұң айтқызды. Тағы да күлдіртті. Күліп жатқан кезде мен ішіп жатқан шайымнан қақалып қалдым. Ауа жұта алмадым, сөйлей алмадым. Сообщение жаза алмадым. Конкретно өлейін деп тұрдым в общем. Бір кезде бәрі қойды. Мен қуандым. Сол үшін тағы да бір ақ шай ішіп жібердім. Негізі мен қорықтым. Ата көз өмірі үшін күресіп өлімді жеңіп шықтым ғой. Мен телефонымнан ойын ойнадым. Ойындағы кейіпкерім бірнеше рет өле берді. Маған бұл ұнамады. Ойынның маңызды сәтінде мен телефоным зәрескісі өліп қалды. Бұл какой-то белгі екенін түсіндім. Бірақ оны ойлауға ерініп тұрмын. Сондықтан да мен телефонымды зәртке қояйын деп тұрдым. Қойып жатқан кезде мені токпен мықты тоғырды. Да того мықты, что даже мен жерде жатып көп уақыт бойы дәлелдеп жаттым. Осы мәселелерден кейін мен бір нәрсе түсіндім. Маған көз тиді. Бірдеңе қылу керек. Срочно. YouTube'да мен сондай жағдайда не істеу керек деп сұрадым. Тым таба алмадым. Жақсы, досымнан сұрауды шештім. Досыма бардым. Ол маған шай ішейік деді. Қой жоқ, тағы да сол жағдайды қайталағым келмейді. Мен оған маған не болып жатқанын айттым. Ол бәрін түсініп саған көмектесем деді. Бірақ ең алдымен мусор төгіп қайт деді. Ал ол кезде далада жаңбыр жауды. Мен қоқыс төктім. Сол кезде мен найзағай ұрды. Мен досыма оралдым. Ол маған күлді. Мен оған мыжымай тез маған көмектесші дедім. Ол күлуді тоқтатты. Сосын мені жүгіретін площадкаға әкелді. Неге әкелді екен? Ол маған жүгір деді. Себебі спорт денсаулық кепілі деген. Не деген кеңестер, а? Мен оған неше круг жүгірейін деп сұрадым. Ол маған 10 деді. Мынауың ауырады ғой. Мен оған қуасың ба дедім. Ол маған сен жүгіресің деді. Жот, ол менің басқа мағынада түсіп қалды. Біз екеуміз қырылдық. Мен одан қаштым. Ол менен қашты. Сөйтіп жүріп жүгіруді келістім. Бірақ уже жүгірейін деп жатқанда дыхалкам жетпей талып қалдым. Ұйқыдан ояндым. Бұның бәрі түс екен ғой. Сөйтіп жүріп бөлмеме досым келді. Дәріні іш деді. Жоқ, бұл түс емес екен. Мен дәріні іштім. Бәрі нормально болды. Мықты. Мен досымнан мынау не дәрі деп сұрадым. Ол маған білмеймін, столдың үстінде тұр екен деп айтты. Бірақ столдың үстінде әлсіз ретінде дәрі болды ғой. Мен тағы да ұйықтап қалдым. Сөйтіп сондай жағдай күнде бола берді. Біресе қабаған иттер менің артымнан жүгіреді. Біресе самолет құлайды. Біресе мен құлаймын. Біресе байқамай маған снайпермен ат жібереді. Ой, кешіріңіз, сізге емес, бұлай тұрасыз ба? Ештеңе етпес, жүре беремін. Біресе Майнкрафттан крипер жарады. Ол вообще басқа тема ғой. В общем, мен не істемесем де всегда өліп қалуға жазап жатырмын. Менде басқа амал қалмады. Мен үйге дәрігерді шақырдым. Ол маған күлді. Мен оны үйден шығардым. Менде тағы басқа амал бар. Бәрін қайтадан бастау керекпін. Мен өзіме чай құйдым, іштім. YouTube қарадым. Маған дым болмады. ура! Қысқасын айтқанда, өлуге жаздадым. Қысқасын айтқанда, досымның компьютерін жүндедім. Бұл әдеттегідей күн болмады. Мен туалетте жұмыс жасап отқан кезде, шынымен де жұмыс жасап отырмын. Қараңдар. Сол жұмыс жасап отқан кезде маған Бекзат деген досым соғады. Мен оған бос емеспін дедім. Шынымен де қараңдар. Ол маған срочно деді. Мен окей деп айттым. Сосын ары қарай жұмысымды жалғастыра бердім. 10 минуттан кейін ол маған тағы да соғады. Неге соқтың десем, қашан келесің дейді. Мен еще келу керекпін бе? Жұмысымды тастап Бекзатқа келдім. Ол менің сумен күтіп алды. Суын іштім. Қолына беріп давай дедім. Ол маған тоқта деді. Чё не болды? Көп көмегім осы емес пе? Ол маған компьютерімді жүндеп берші деді. Ол дұрыс адамға хабарласты. Себебі мен компьютер жүндеуден атақты шеберім. Неше түрлі ағайындарыма көмектестім. Мамаға WhatsApp аштым. Сонда мына досым маған компьютерді тегін жүндеп берші дей ме? Намысыма тиді. Сондықтан да тамақ берсең ғана жүндеп беремін дедім. Ол мені залға кіргізді. Компьютерін көрсетті. Кнопкасын басқанда қосылмайды дейді. Мен бастым. Қосылды. Бекзат маған таңғалып қарады. Әрине, себебі мен мықты программистпін ғой. Ары қарай компьютер біртүрлі дыбыстарды шығарды. Жо, ондай емес. Ары қарай компьютер біртүрлі дыбыстарды шығарып бастады. Қой мынау Windows'ын құтырды-ау деймін. Мен оған срочно маска тақ дедім. Себебі бұндай жағдай менің өмірімде бірінші рет болып жатыр. Хорошо, что менің
қасында бала болды. Компьютерді жөндеп бастадым. 10 минут жөндедім, 20 минут жөндедім, 30, 40. Қатты шаршадым. Бекзат мені ұйқыдан оятты. Сонымен қашан бастайсың деген. Базар жоқ. Бекзатты мен бөлмеден шығардым. ютубтан қалай компьютер жөндеу керек деп жазып іздедім. Мына жерде адам түсінбейтін тілде сөйлей ма бір бәле. Озу, видеоға чипсит дейма бірдеңе дейді әйтеуір. Мен балғамен компьютер үстіне бірнеше рет қақтым. Бекзат бөлмеге кіріп менің бетіне бір соқты. Ауырасың ба деген. Компьютер сол кезде қосылып кетті. Причем қатпаған. Ол маған қарады. Мен оған қарадым. Менен кешірім сұрап тамақ бере бастады. Мен сыйлығын қабылдамадым. Қуама мен бетінен ұрып. Сондықтан да мен одан тамақ емес ақша сұрадым. Ол отказ берді. Мен ашуланып тамағын жедім. Компьютер тағы да сөніп қалды. Не болып қалды деп сұрады Бекзат. Аукстан ғой дедім мен. Содан кейін компьютердің ішкі жүрегін тыңдадым. Бекзат мені шаңнан тазаламайды. Корзинаны тазаламайды. Мощный ойында жаза береді. Өлем ғой қасқа бір күні. Мен ол компьютердің ішкі жан дүниесін түсіндім. Қорықпа компьютер, Бекзат сені сыйлайтын болады. Компьютер тағы да қосылды. Мен Бекзатқа не болғанын түсіндірдім. Ол бәрін түсінді. Сол кезде маған біреу телефоныма соғады. Алло, Нұрболат, компьютерімді жөндеп бере аласың ба? Мен телефонымды авиарежимге қойдым. Бекамен қоштастым. Қой құрсын, өзімнің жұмысымен айналысайыншы одан да. Қысқасын айтқанда, досымның компьютерін жөндедім. Қысқасын айтқанда, фильм түсірдім. Жұма, дала жанып тұрды. Ал менде хотя бы нормальный вентилятор алатындай ақша болмады. Мен мұңайдым. Сондықтан телевизордан фильм қарауды шештім. Фильмнің түсіріліміне мен қатты таңғалдым. Жалпы қызықты әрі әдемі түсіріліпті. Фильм аяқталды. Сол фильмнен кейін мен ютубтан сол фильм қалай түсірілгенін қарадым. Мықты. Қанша ақша тапқанын қарадым. Базар жоқ. Жалпы мен бұрында бері фильм түсіргім келіп жүрді. Қазір адамдар қарапайым фильм түсіріп ақша тауып жатыр ғой. Сондықтан да қазір бастауды шештім. Ұйықтап қалдым. Жақсы, ертең бастарым. Келесі күні мен деген конкретно фильм түсіремін деген мақсат қойдым. Деп мақсат қойып тамақ жедім. Окей, Нұрболат, фильм түсіру ол оңай нәрсе емес. Сондықтан да Google атадан көмек сұрадым. Окей, Google ата қалай фильм түсіруге болады? Өзіме керекті ақпаратты таптым. Окей, ең алдымен жанрдан бастау керек. Әрине боевик. Неге десеңдер, себебі это жизнь, братуха. Дәл солай. Келесі идея керек екен. Көп ойланбай районский дедім. Енді сценарий жазу керек. Бұл өте жауапкершілікті жұмыс болған соң менің басыма не келді, соны жаза бердім. Сценарийін жазу қиынға соқты. Где-то через 3 күннен кейін мен сол сценарийін жазып бітірдім. Шедевр. Наконец-то фильм түсіріп бастай берсем болады. Бірақ бір проблема бар. Менде оборудование жоқ болды. Енді не істеймін? Ну ничего, бір амалын табармын. Мен паркта жүрдім. Паркта бір адам өзінің фотоаппаратымен гүлдерді түсіріп жатыр екен. Вот содан мен сұрап ала тұрдым. Бұл ешқандай ұрлық емес. Ақырында өзіме керекті құралдарды алдым. Болды, енді фильм түсіре берсем болады. Айта жоқ, тағы бір проблема бар. Актерлар жоқ. Мен профессионалды актерлардың және жұлдыздардың личикасын менің фильмге түсіңізші деп жазды. Олар менен гонорар ештеңе деп сұрады. Гонорарыңды білмеймін, 1-2 чайыңа шек алып, үйіңе такси дей салдым. Олар мені чысыға тықты. Ой, ладно, керек едіңдер маған. Мен кастинг жүргізуді шештім. Өзіме әдемі типа режиссерский шапка киіп отырдым. Өзімді нағыз режиссер құсап сезіндім. Ал кастингке тек достарым қатысты. Олар маған өздерінің өнерлерін көрсетті. Базар жоқ екен. Мен орнынан тұрып шапалақтадым. Бастарынан сипаладым. Оларға сценарий бердім. Олар сценарийін оқып говно деді. Сөзсіңдер сол говноға деді. Олар давай я деді. Келесі күні біз съемканы бастадық. Мен как всегда өзімнің режиссерский стилінде жүрмін. Ал мына қасқалар даже сценарий жаттамапты. Окей, импровизациямен түсіреміз. Камера мотор дей берген сайын мыналар күле береді. Бұл маған ұнамады. Мен тыныш деп айқайладым. Олар одан сайын күле берді. Мен оларға егер фильм жақсы шығып жатса гонорарын бөлемін дедім. Олар рөлге беріліп ойнады. Мен үзіліске шығып кеткен кезде олар жабайланып бастады. Мен үзілістен келгенде олар құтырып бірдеңе істеп жүрді. Біреу даже штатив пен камера үшін өліп бара жатқан дым көрмеген адам құсап. Кейін бәрін түзеп фильмді түсіріп аяқтадық. Мен барлығына рахмет айттым. Үйге барып фильмнің монтажына кірістім. Бірнеше күндерден кейін мен әрең монтаждап болдым. Фильмді ютубқа апарайын деп отқанда ноутбугымнан көк экран пайда болды. Қысқасын айтқанда, фильм түсірдім.